Бұл сабақтағы менің мақсатым жаңа тақырыпты заманауи интербелсенді әдіс-тәсілдер арқылы оқушыларға меңгерту болатын. Оқушылардың интерактивті әдіс-тәсілдерді мейлінше меңгеріп, сілтеме арқылы, QR код арқылы жұмыс істей алуына мүмкіндік туғызу, яғни функционал сауаттылықтарын арттыру және білімдерін дамыту болатын. Сабақ барысында интерактивті сайттарды көптеп пайдаландым. Мысалға, атап айтатын болсақ, сабақтың басында Флиппити сайты арқылы оқушыларды жұпқа бөліп, амандасу арқылы ұйымдастыру кезеңін жасадық. Келесі кезеңде рандом арқылы оқушыларды 3 топқа бөлдік. Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастамас бұрын рандом арқылы жұпқа бөлініп, бір-бірімізбен амандасып алайық. Міне, өздерің көріп тұрған, рандомда барлықтарының екі жұп-жұпқа бөліндіңдер. Осы бойынша тақтаға шыға қойыңдар. Ал енді балалар, мына жерден кез келген санды таңдап, бір-бірімізбен амандасып алайық. Мадияр Аслан. Енді балалар, осы көңіл күймен рандом арқылы біз 3 топқа бөлініп аламыз. Бірінші топқа жасыл түс отырады, екінші топқа күлгін түс отырады, үшінші топқа сары түс отырады. Жылдам өз орнымызға жайғаса қояйық. Үй тапсырмасын тексеруде мен WordWall сайтын қолдандым. Бұл сайттың маған ұнаған жері сабақтың барлық бөлімінде қолдана аласыз. Қорытынды бөлімінде де, жаңа сабақты пайдалану кезеңінде де, үй тапсырмасын тексеру кезеңінде де. Және бұл сайттың әсіресе қатты ұнағаны, балалар ешкімнен ештеңе көшірмейді, яғни өз нәтижелерін өздері сайт арқылы біле алады. Ал енді балалар, үйге сөз таптарын жаттап келу керек болатын. Қазір WordWall бағдарламасы арқылы сөз таптарын қаншалықты білетіндеріңді тексерейік. Бірінші сұрақ, Маша. Сұрақтары кім, мен? Кім, мен. Жақсы. Келесі. Үшінші сұрақ. Әсема. Қай сөз табының сұрақтары? Сын есімнің сұрақтары. Тексеріп көрейік. Дұрыс. Келесі. Есімдігін тап. Мен, сен, ол. Дұрыс айтасың. Мен, сен, ол. Келесі сұрақты оқиды. Аслан. Реттік сақ есімді тап. 5-6. Тексеріп көрейік. Жарайды. Дұрыс екен. Келесі сұрақты Мадияр оқиды. Мақсат істеуді тап. Әдейі. Тексеріп көрейік. Дұрыс. Тönümdü сын есімді тап. Ақылды өнерімді. Тексеріп көреміз. Дұрыс. Өте жақсы балалар. 15 сұрақтың 15-іне де жауап бердік. Келесі пайдаланған сайтым бұл Hand Animation деп аталады. Бұл бейне сабақ жасайтын сайт. Біз бұл сайт арқылы күнді, тақырыпты жаздық. Олай болса балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күн ретін жазамыз. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз біздің Ахмет Байтұрсыновтың мысал өлеңі егіннің бастары. Жалпы Ахмет Байтұрсынов туралы не білеміз? Ахмет Байтұрсынов қазақ халқының ғалымы, публицист. Яғни біздің қазіргі оқып жатқан әліппеміздің негізін қалаушы. Қазақ тілі фонетикасы, синтаксисі ғылымдарының негізін салушы ғалым атамыз екен. Ахмет Байтұрсынұлы. Егіннің бастары. Бір адам жас баласын жанын алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы, егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді. Кезеді пісіп болған егін түрлі. Бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғызақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көпке балап, баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңіл жөнін сұрап. Балалар топқа бөлініп алдық. Енді әр топ өз топ басшыларын сайлап,
қазір мен бағалау парақтарын таратып беремін. Топ басшылары осы бағалау парақтарын сабақтың әр бөлімі бойынша бағалап отырасыздар. Келесі айтқым келіп отырғаны бұл Tarsia Maker сайты. Яғни бұл арқылы балалар сөздік қорларын дамыта алады. Біз бұны жаңа сөздерді меңгеру кезеңінде пайдаландық. Яғни жаңа сөздердің аудармасын және синонимдерін табу кезеңінде сөздерді сәйкестендіру арқылы балалар пирамида құрастырды. Оның нәтижесін Padlet тақтасы арқылы тақтадан көрсеттік. Ал енді балалар жаңа сөзді бірнеше рет қайталап оқып алсаңдар, соны пысықтау үшін Tarsia әдісін қолданайық. Топ басшылары келіп мына жерде өздерінің құтыларын ала қойыңдар. Кімге қандай тапсырма түсті? Ал енді балалар, қандай тапсырма берді сендерге? Бізге жаңа сөздерде синоним табу. Синоним табу. Екінші топ сендерге қандай тапсырма берді? Жаңа сөздермен сөйлем құрастыру. Үшінші топ Бізге сөздердің аудармасын. сөздердің аудармасын табу. Яғни берілген үшбұрыштардан біз пирамида құрастырамыз. Яғни синонимдерді сәйкестендіреміз, аудармасын сәйкестендіреміз. Түсінікті ма балалар? Иә. Жасаймын. Ал құрметті оқушылар, біз мәтіннің мазмұнын түсіндік. 4 сөйлем бопс әдісі арқылы қорытындыладық. Енді мәтін бөліктерін 3 топ бөліп аламыз, мәнерлеп оқимыз және сол өз бөліктерінен сұрақтар қоясыңдар, келесі оқушы оған жауап береді. Бірінші бөлігін оқиды бірінші топ. Кім шығады? Ақбота. Бір адам жас баласын жанына алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы, егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді. Кез еді пісіп болған егін түрлі. Бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыз ақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көкке балап. Баланың сол бидайлы көзі түсіп, білмекке кетті көңіл жөнін сұрап. Құбылып бидайлар тұрмасын салып. Ал енді сұрақтарыңды қоя қой. Әкесімен баласы қай жаққа барды? Әкесімен баласы егінші егін жерге барды. Бір ғана бидай қай жаққа қарап тұрды? Ол көкке қарап тұрды. Бала оны көрді және әкесінен сұрады. Ал енді балалар, дәптеріңізді ашып, диаграмма құрастырамыз. Мәтін бойынша не түсіндіңдер? Яғни тәкаппар адам қандай болады, данышпан адам қандай болады? Дәптертеріңе салыстырып жазамыз. Жаңа сабақты меңгеру кезеңінде балалар мәтінді видеодан тамашалап, сабақ барысында топтық, жұптық жұмыстар жасалды. Диаграмма арқылы сөздердің мағынасы түсіндірілді. Мейірімді, ақылды, ойлы, парасатты, Ал енді жазған жауаптарымызды оқимыз. Бірінші топ Аслан оқи қой. Тәкаппар адам жаман және бор көкірек болады. Данышпан адам мейірімді және ақылды болады. Жақсы, өте жақсы. Ал енді әр топ бір-бірімізді бағалап жүрейік. Бірінші топты бағалаймыз. Бірінші топ қалай жауап берді, Аслан? Жақсы, өте жақсы. Ал сабақ соңында Mentimeter сайты арқылы оқушылар бірін-бірі бағалады. Неге Mentimeter сайтын таңдадым? Себебі бұл сайттың мүмкіншілігі өте көп. Осы сайт арқылы балалар бір-біріне сілтеме жіберу арқылы, немесе QR-код арқылы сабақтың барлық кезеңінде әртүрлі презентацияларын пайдалануға болады. Кері байланысқа да,
диаграмма құрастыруға да, тест құрастыруға да, барлық жұмыстарға ыңғайлы өте тамаша сайт. Ал енді балалар, бүгінгі сабаққа кім қалай қатысты, яғни бір-бірімізді бағалап жіберейік. Қазір Mentimeter сайты бойынша сендерге сілтеме жіберемін. Сол сілтемеге кіріп, бір-біріңді бағалайсыңдар. Әне бәріміз кіреміз сілтеме бойынша. Міне балалар, бүгінгі сабақ бойынша сендер бір-біріңді осы көрсеткіш бойынша бағаладыңдар. Жоғарыда аталған сайттарды, платформаларды мен күнделікті сабағымда қолдануға тырысамын. Себебі бұл заманауи тәсілдер оқушылардың меңгеруіне ешқандай қиындық туғызбайды, керісінше қызығушылықтарын арттырады. Осындай мүмкіншілігі көп сайттарды, платформаларды қолдануға сіздерге де кеңес беремін.